нормально жатқанбыз ғой. Қазір түсіндірем дедім ғой. Сендердің телефоннан көздеріңді алмайсыңдар ғой. Таңертеңнен бастап кешке дейін көресіңдер деп отырасыңдар. Бүгін келіп кетіп едім. Желі ойнақта бош сөйлемеш түшке ойнаймыз. Ой, жарайды. Қандай ойын? Еміш аяқтарын былай қоясыңдар. Мен айтам 5-5-55 деген кезде бір аяқпен қашамыз. Сосын кім аяғын былай тигізіп қалады, соған задание қоямыз. Түсіндіңдер ғой, иә? 5-5-55. Демалыңдар, я? Кішкене ойнайықшы, біз түнгі 2-ге дейін жүре береміз. Түнгі 2-ге дейін? Далаға шығып бассейнге барамыз, магазинге барып, кафеге отырамыз. Балалар деген жалпы. Балалар деген күн батқан кезде уже үйге кіру керек. Далада жүруге болмайды. Жоқ, қыздарым, отырыңдар. Жоқ, түсте демалу керек, тәртіпке бағыну керек, я? Сіз күнде істейсіз ба? Біз бара береміз ғой сіз? Жоқ, болмайды олай. Ал мына көрпешелерді алып салыңдар мына жерге. Жоқ, мен сендерге енді тәртіпті үйретемін. Келгендерің қандай жақсы болды. Ал жатып кете бермейсің. Аха, жарайсыңдар, бірге кеп салсыңдар. Так, тоқтаңдар. Мына жерде бір қате бар. Айтыңдаршы, қандай қате бар мына жерде көрпеше салғанда? Кім біледі? Не ойлайсыңдар? Қандай қате бар мына жерде? Дұрыс болып тұр ғой? Жоқ, дұрыс емес. Міне, мына көрпешенің оң жағы, я? Науғай жағы, сол жағы, дұрыс па? Ой, жатады ғой бұлай. Нені? Ой, жатады. Жоқ, бұл мүлдем басқа нәрсе айтайын деп тұрмын. Тыңдаңдар, қыздарым, алдағы уақытта сендер үлкен қыз боласыңдар, сол кезде де қолданатындай сендерге бір қалай айтсам болады. Дұрыс нәрсені үйретіп жатырмын ғой жалпы. Мына адам ұйықтайтын кезде көрпешені теріс жағын салып жату керек болады міндетті түрде. Я, қыздар, біліп жүріңдер. Міне, көрпешені теріс жағын салыңдар. Мынау да дұрыс емес мысалы. Мынаны да оң қаратып емес, теріс қаратып саласың. Ал күндізгі уақытта жаңағы өздерің қонақ күтетін кезде болмаса, дастарханның басына төсейтін кезде, сол кезде оң жақтарыңмен төсей беріңдер, я? Құлындарым, сендер жата беріңдер. Мен барып қазір ас бөлмесін барып тазалаймын да, сосын бауырсақ пісіремін сендерге. Сіз пісірген дегенше біз анамен тикток көріп жата тұрамыз. Қой, Арукам, әжеңе көмектеспейсің ба? Тикток көріп жата тұра? Қой, одан да көмектесіңдер. Жақсы болды ғой Раяна айтқаның. Раяна, сен келгенің жақсы болды біздің қыздарға. Жарайды, дұрыс болыпты. Бұлай жасай қыздар, Раяна сені көмектесесің, қарап тұрасың, я, түсіндіріп тұрасың, бұлар әлі онша білмейді ғой. Қыздар, сыпырғы алып кеңдер, бірінші кезекте мына жерді сыпырудан бастайық, я? Еркеназ, бұл есік алып сыпыратын сыпырғы ғой, жаман сыпырғы ғой. Үйдің кішкентай сыпырғысы бар, сары кішкентай сыпырғы бар, соны ала келші бар. Ана, көрдің ба? Бұлар да того даже элементарный нәрсені әлі білмейді. Значит, үйінде сыпырмайды ғой бұлар, я? Қазір бізге үй сыпыруды, сосын бауырсақ жасауды үйретем, я, бұл қыздарға, я? Міне осы ма? Я, осы, ал, келе ғой. Аха, енді сен ана жерді сыпыра ғой. Ойбай, қасқа. Не деген сыпыру мынау? Жоқ, олай сыпырым. Ал, Арука, білесің ба сен? Қарағым, ботам алып келе ғой. Жоқ, олай сыпырмайсың. Кәне, қадыммен көрсетейін мен. Бірінші сыпырған кезде сенің сыпырғың өзі кішкене ғана болса, қалай сен тұрып сыпырасың? Кішкене еңкейесің. Мына жерде қоқымдар тұр ғой, соларды қалай аласың? Былай, еңкейіп сыпыру керек болады. Ойбай, белім ауырып қалады, кішкене мен еңкейген сайын. Осылай сыпырып, тазалап шығу керек. Сен Аруназ деген бұлай сыпырып жатыр, Еркеназ деген қуып жатыр бұлай. Олай істеуге болмайды, қыздар. Сендер қызсыңдар, тәртіпті, әдемі, сұлу қызсыңдар. Сол үшін осылай белім ауырып, осылай сыпыру керек болады. Түсініңдер ғой мен, я? Алып бір жерге үйіп, соны күрекпен алып тастау керек болады. Я. Ой, қандай жақсы болды сендердің келгендерің. Үйлеріңе барған кезде бірінші кезекте аналарыңа үйлеріңе сыпырып көрсетіңдер, жарай ма? Я, сол жерге барған кезде сыпырасыңдар, жарай ма? Сыпырып көрсетерсің мамаларыңа, я? Жаным мен қарақшарым. Ал, енді сыпырып боламыз, одан кейін барып бауырсақ жасаймыз. Ал, сыпыра ғой. Сонда сіз бауырсақ пісіреміз ба? Я?
Кім бастайды? Не істедің? Еркен ау. Мен әже. Сен бастайсың ба? Так, бірінші бізге сүт қою керек болады міндетті түрде, иә. Жоқ, бәрін көп құймаңдар. Қандай жақсы болды сендердің келгендерің. Ұстама, қолыңмен таза емес қой, қызым. Қолдан жуып алдыңдар ма? А? Молодец, жарайсыңдар. Так, сүт құйдық. Қазір тоқта, енді кішкене су құямыз. Тұз қайда? Тұз алып келіңдер. Кішкене тұз қосамыз. Мен жұмыртқа. А? Мен жұмыртқа. Жұмыртқа қосасың ба? Болды, давай қоса қой. Жұмыртқа қосады қазір Еркен ас. Сосын шекер қосамыз. Ала қой. Ал бізде Аслайда көмекке келіп қалды. Жарайсың. Сүт бізде салқын ғой, сол үшін кішкене жылы су қосамыз. Мынау кішкене жылы болу керек, иә. Так, қостық. Енді бізге тағы не қалды деп ойлайсыңдар? Жұмыртқа, сосын қаймақ. Сосын қаймақ қосамыз, иә. Бізде қаймақ, мына дүкеннің қаймағы бар екен. Осының түбіндегісін қазір қосып жібереміз мынаған, иә. Сол кезде қамырымыз жұмсақ болады. Апа, біз ұн әкелдік магазинге. Иә, ұн қосамыз қазір. Сонымен көштілеп тұрып бауырсақ пісіріп жейміз, иә, бүгін. Ой, бүгін менің қыздарым пісірген бауырсақ жейтін болдық қой, Раяна, иә. Қызық болайын деп тұр. Сол ғой, қызық болайын деп тұр. Алып келе ғой, иә. Ал. Ана, неге өзіміз саламыз, Майға ма? Жоқ, сендер қазір кішкентайсыңдар, сол үшін майға өзім қызартып пісіріп беремін. Бірақ сендер көресіңдер, иә? Кішкене өскендеріңде, осы Раянадай болған кездеріңде өздерің пісіретін боласыңдар. Ауылға келесіңдер ғой, оны да өзім үйретемін, жарай ма сендерге? Мен ашай берейін. Иә, жарып сала ғой ішіне. Абайлай ғой. Енді араластыра ғой. Қазір кішкене жылы су қосамыз, сосын ыстық қоспау керек, жұмыртқа пісіп қалады, сол үшін кішкене жылы су қосамыз да. Сосын не қосамыз? Ашытқы қосамыз, иә? Ашытқы қосамыз. Тоқта, жылы су қосып жіберейік. Бізде бір қасық ашытқы қосамыз, иә? Осыны үйреніп алыңдар. Қамырын істеп берсеңдер. Үйде үлкен адамдар майға қыздар қойып береді. Иә, қоса ғой. Араластыра ғой енді. Дұрыс. Не болып қалды? Не болып қалды? Енді мынау ашытқы бар ғой, қазір ұнды жаңағы смес бір қоямыз. көпіртеп мынандай болып қазір піседі. Енді ұн қосамыз, иә? Бізде Раяна қосады енді ұнды, иә? Дұрыс. Негізі елеп жергенде дұрыс болады. Бізде елегіміз таппай қалды. Қайда кеткен? Кім алған? Тағы да қосынау аздау болады. Боп қалады. Осы жетіп қалу керек. Көзбен өлшейміз ғой. Негізінде сендер интернеттен қарап істесеңдер де болады. Сол жерде грамдармен жазылады барлығы. Жақсылап араластыра ғой. Жарайсың ботам. Жоқ, аз болмады. Қазір көреміз тағы да. Ал, қамырын елеп жатырмыз. Ой, Ерген ас, не болды қолың барлығы? Мен ала. Ой, жоқ, қолдан сала бермеңдер, қыздар. Мен бір өзім не қыласылайын, иә? Елесілай, тоқта, кішкене оң қосып жіберейін маған. Ой, қыздар, ойнап сендерге анандай. Ойыншық емес қой, слайм емес қой. Баба! Не істеп тастадың? Болды, қоя ғой, қызым. Болды, сендер бар, қолдан жүктеңдер. Мен мынаны, міне кішкене осылай қаттылау қамыр елесін. Қатты болғанда мына қалай айтсам болады? Бір жағынан жұмсақ, бір жағынан қатты. Осындай болып шығу керек қой. Күшті уатыр бағарысы. О, мен қыздарым бірінші рет қамыр ұстады ғой. Болды, қызым. Болды, қолдарын сала бермеңдер, иә? Қазір мен кішкене елеп жіберейін, кішкене. Бізде осындай бауырсақ болады. Бауырсақтарымызды қазір әдемі қылып кесіп қойып аламыз, иә? Жарайсыңдар қыздар. Міне ұн қоссаң жабысқаны кетеді. Жоқ, қолыңды қоспа сен бар қолың жүк келе ғой. Осындай бізде қамырымыз дайын болды. Бетін жауып қоямыз және 1 сағат күтеміз енді. Біздің көне табамызда бауырсағымыз пісіндеп қалды. Ыстықтай қазір қыздарға бауырсақ беремін, иә? Аслай, шақыра қой әпшелерің. Қыздар ала қойыңдар, ас болсын. Ауылға келгені жақсы болды. Күшті доктор үйреніп отыр. Жандарым машина. Үй жаным, ас болсын. Жазу демасты тағы да бір.
Иә, келесі жылы тағы да келіңдер. Ал, жей қойыңдар. Ыстықтай жеп алыңдар, иә? Сосын бір аптаға келген бар. Сосын барып кішкене дем алыңдар, жарай ма? Біз неден кететін болдық? Кететін болдыңдар ма не? Ана пойымыз келіп жатыр. Солай айтты ма ата-аналарың? Жарайды, олай болса мен сендерді шығарып салам, иә, өзім, иә? Қандай керемет. Сосын жеп алайық. Үйге барғанда осылай бауырсақ пісіріп беріңдер, аналарыңа үй сыпыруға көмектесіңдер, иә? Төсек жинауға көмектесіңдер, жарай ма? Үй, ақылдыларым менің.